Берік, Ау. сен маған машина айдауды үйретем дегеніңе 1 жыл болды ғой? Ой, қайда 1 жыл? Екеуміздің танысқанымызға 1 жыл болған жоқ қой. Алдымен куәлігіңді алып алсайшы. Енді куәлікті алу үшін де адам машинаны айдап үйрену керек. Не болды, неге тоқтадың? Қазір тұра тұршы, аяғымды дұрыстап қойып алайын. Ей, апайлассайшы. Қала айдайсың, айдат ке. Страховка алған соң айдату керек еді саған. Келесінде солға бұрыламыз. Поворотың солға жақ. Поворотың жақ. Жай, адамды абайла. Абайла адамды, абайла! Тоқта! Камера жоқ сияқты, кет. Лаура, кет. Кеттік бұл, отыр. Кеткені несі мынау ше? Біреу көрмей жатып кетейік мына жерде. Кімге хабарласқалы жатсың? Полицияға айту керек қой. Қайдағы полиция, сен мен қамаған қалайсың ба? Соққан сен емес қой, мен ғой. Менің көлігім емес пе? Сен не істегелі жатсың? Номерімді қалып кетейін. Жапшы енді есікті. Керек емес кезде пәктің іште бола қалмаш. Онда мен түсіп қалайын. Тоқта. Қоя тұршы, анда шешеміз бұны. Жүре тұршы енді. Жапшы, өтініш. Есік жапшы. Ал енді ақылдасайық та? Ақылдасатын түгі де жоқ. Ана жерге жаңағыда полиция келетін болса, менің көлігімді полиция стоянкасына алып кетеді. Полициямен шештік дегеннің өзі, ана машинаның жөндетуге 3000 доллар қажет болады. Ондай ақшаны қайдан аламыз? Тауып берем саған үшін. Қайдан тауып бересің? Пәтерге 1000 долларды зорға тауып отқан жоқсың ба? Оның өзіне менің машинам өзі 3000 доллар тұрмайды. Енді ол адам ақшаға бізден де өткен мұқтаж шығар. Анандай машина мінген адамды бізден де артық мұқтаж деп ойламаймын ақшаға. Сен қазір үйге кіріп отыр. Мен машинаны гаражға тығамын да қайта келем.